Құрметті жақсылар, бабаларымыз нан тамақтың атасы, ынтымақ көптің батасы. Ертеңгі асты тастама, кешкі асқа қарама. Тоқ адамды ұйқы басады, аш адамнан ұйқы қашады. Ас адамның арқауы деп дұрыс тамақтанудың және оның маңызын айтып кеткен. Тамақ ішу, ішкен астың ішек қарында қорытылуы денеге сіңуі аса күрделі үрдістер. Ас құрамында қоректік заттар, белок, көмірсу, май, адам денесіндегі тіндердің жаңаруын, жасуша түзілуін, адамның өсіп-өнуін, дамуын қамтамасыз ететін құрылыс материалдары, тіршілік әрекеттеріне жұмсалатын энергия көзі. Демек, қоректік заттар дер кезінде және қажет мөлшерде ұдайы түсіп отыруы шарт. Олай болмаған күнде гемостаз бұзылып, жасушалардың, тіпті бүкіл организмнің тіршілігіне қауіп төнеді. Адам өзіне қажет қоректік заттарды әдетте сырттан алады. Бұл экзогендік тамақтану. Сырттан қоректік заттар келіп түспесе де, адам біразға дейін тіршілік ете алады. Ол өз жасушаларындағы органикалық қоректік заттарды пайдаланып, құрамдағы ағзалар, тіндердің қалыпты қызмет етуін қамтамасыз етіп отырады. Яғни эндогендік тамақтану басталады. Мұндай жағдайда энергия қоры біртіндеп таусылады да, адам әлсіреп, түрлі ауруларға шалдығады. Демек, эндогендік тамақтану тән тірлігін қамтамасыз ете алмайды. Ас қорыту өте күрделі үрдіс. Ол алдымен физикалық жолмен өңделеді, соңынан химиялық реакцияға түсіп, қорытылып денеге сіңетін сатыға жетеді. Ас қорыту жүйесі ауыз қуысындағы ағзалардан жұтқыншақ, өңеш, қарын, 12 ішек, аш ішек, тоқ ішек, сөл шығаратын бездер мен бауырдан тұрады. Ас қорыту ауыздан басталады. Ауызға келіп түскен тағам мұнда 30-45 секундтай кідіреді. Осы уақыттың ішінде тағамды ас кесегін асықпай шайнап, кем дегенде жақ тістерімен 30-дан 90-ға дейін шайнап, ұсату керек. Ұсатылған ас кесегі сілекейге шыланып, шырышпен қапталып, тілдің түбіріне қарай жылжиды да жұтқыншаққа жетіп жұтылады. Осы тұста рефлекстік жолмен зат алмасуы, жүрек соғуы, қан айналысы, дем алу үрдістері де өзгереді. Жұтқыншаққа жеткен ас одан әрі өңешке қарай жылжиды. Өңештің жиырылып жазылу қимылымен, яғни перистальтика арқылы 6-8 секунд ішінде ас қарынға жетеді. Қарын дегеніміз ішек қарын түтігінің кеңейген жері. Оның сыйымдылығы 2-4 литрдей. Сырт пішіні мүйізге ұқсайды. Қарын бірнеше бөліктен тұрады. Өңешпен қарынның қосылған жері кардия деп аталады. Қарынның жоғарғы жағы күмбез тәрізді жоғары қарай көтеріңкі келеді. Бұл қарын күмбезі. Қарын мен 12 ішектің қосылған жері пилорус деп, ал қарынның қақпақшаға жалғасқан бөлігі пилорустық бөлік болып саналады. Қарынның пилорустан басқа бөлігі қарын денесі деп аталады. Адам қарын бездері тәулігіне 2-2,5 литрдей сөл шығарады. Ол түссіз, реакциясы қышқыл, pH ортасы 0,9 мен 1,5-ді құрайды. Қарын сөлінде натрий, калий, кальций хлоридтері, сульфаттары, фосфаттары бар. Әсіресе тұз қышқылы көп. Сөлде органикалық заттар, ферменттер мен муцин бар. Муцин қарынның шырышты қабығын жауып тұрады да тұз қышқылын бейтараптайды. Ол түрлі жарақаттан сақтайды және қарынға келіп түскен В12 витаминін қоршап алып, қарын сөлі ферменттерінен қорғап ыдырамастан денеге сіңуін қамтамасыз етеді. Ұсатылған ас кесегі асқазан сөлдермен араласып, сол жерде өзара әрекеттеседі. Одан әрі химусқа айналады. Оған асқазанның пепсин, гастрин, липаза ферменттері қатысады. Пепсин әртүрлі белоктарды полипептид сатысына дейін ыдыратады. Липаза ферменті басқа сөлдердегі липазадай тек эмульсияланған майға ғана әсер етеді. Липазалар әсерінен эмульсияланған май ыдырап, глицерин мен май қышқылына айналады. Қарын сөлінде көмірсуды толықтай ыдырататын фермент болмайды. Осының әсерінен көмірсулы тағамдар тезірек жылжып, 12 ішекке бұрынырақ ауысады. Астың адам қарында қорытылу мерзімі 6-8 сағат және оның құрамына байланысты. Қарында әсіресе майы, биологы көп тағамдар ұзақ жатып қалады. Сұйық тағам қарында тоқтамастан тез ішекке өтеді, ал жасанды қорек қарында жылжымай жатып қалады. Пилорустың ашылып жабылуына қарай ас қарыннан 12 ішекке бөлек-бөлек сығымдалып өтеді. 12 ішекке келіп түсісімен асқа 3 түрлі сөл, ұйқы безінің, 12 ішектің шырыны және өт әсер етеді. Бұлардың ішінде ең күрделісі ұйқы безінің сөлі.
Оның құрамында органикалық қоректік заттарды, белок, май, көмірсу ыдырататын ферменттер бар. Өте аз қорытатын ферменттер жоқ, бірақ күрделі қоректік заттарды гидролиздеу үшін өте қажет. Онсыз ұйқы безі ферменттері әсер ете алмайды, етсе де өте әлсіз болады. Әсіресе май ыдырамай, майдың ішектен лимфаға өтуі тоқтап қалады. Өт майда еретін витаминдердің, холестерин, кальций иондарының қанға сіңуін жеңілдетеді. Тамақ ішкен соң 7-10 минут бойы өт аздап 12 ішекке құйылып отырады. Одан әрі өт қабының жиырылуы күшейеді де, осы ішекке өтетін өт мөлшері көбейе түседі. Мұнан соң бауырдан шыққан өт қабына тоқтамастан 12 ішекке барып құйылады. Кейін 3-6 сағат өтісімен ішекке құйылған өт мөлшері азайып, өт негізінен өт қабына жиналатын болады. 12 ішекте ас қорыту үрдісі күшейе түседі, гидролиз үдейді, бірақ ыдырау өнімдерінің 5-8% ғана қанға сіңеді. Өйткені ішек тым қысқа, химус мұнда көп кідірмей, әрі қарай жылжи береді. Ас ішекке өтеді. Осы жерде негізгі ас сіңіру басталады. Көптеген суда еритін ішек мембранасынан өте алатын заттар пайда болады, және олар ішекте 10-12 сағаттай кідіреді. Ас ішектің кілегейлі қабығында көптеген қатпарлар, бүрлер бар. Әр бүрдің қақ ортасында дәнекер тым қоршаған бір ұшы бітеу лимфа капиллярлары, ал оның айналасында бірнеше қан капиллярлары тарамданған. 1-2 жіңішке артериола және венула болады. Осы жерде химус лимфа артериола және венула капиллярлары арқылы қанға сіңеді. Ас ішекте қорытылмай сіңбей қалған ас қалдықтары мақын ішектен соқыр ішекке өтеді. Осы жерден тоқ ішек басталады. Құрылысы сөл шығаруға көптеген заттардың қанға сіңуіне бейімделген. Тоқ ішек сөлінде фермент болмайды. Бірақ ас ішектен келіп түскен химус құрамындағы ферменттер қоректік заттар қалдықтарын тоқ ішекте одан әрі ыдырата береді. Тоқ ішекке келіп түскен белоктарды шірітетін микробтар да бар. Шіру нәтижесінде тез қайта сіңетін улы заттар эндол скатол түзіледі. Олар қанға сіңіп, қақпа венасы арқылы бауырға барып жетеді. Бауырда қайтадан фильтрден өту арқылы усыздандырады, яғни дезинтоксикацияланады. Улы заттар шектен тыс көп болса, түгелдей бейтараптай алмауы мүмкін. Мұндай жағдайда адам өз денесінде пайда болған заттармен біртіндеп улана бастайды, яғни аутоинтоксикацияланады. Тағаммен бірге келіп түскен белок мөлшері шектен тыс көп болса, және бауырдың дезинтоксикациялық қызметі төмендесе, адамның өзін-өзі улау асқынуы мүмкін. Ас ішектен тоқ ішекке тәулігіне 2-4 литр химус өтеді. Химус құрамындағы су қанға тоқ ішекте сіңеді. Қалған заттар нәжіске айналып, жылжып, тік ішекке жетеді. Тоқ ішекте нәжіс қалыптасады. Оның құрамында денеге сіңбеген ас қалдықтары, шіру, ашу барысында пайда болған заттар, көптеген микроорганизмдер болады. Нәжісті сыртқа шығару ас қорыту жүйесінің экскрециялық қызметі. Нәжісті шығару дефекация рефлексі тік ішек қабылдағыштарының түтіргендігінен басталады. Адам тәулігіне 1 рет үлкен дәретке отырады. Осымен ас қорыту процесі аяқталады. Құрметті достар, егер сіздерге видеомыз ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді сұраймыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.